алтындан емес, ананың ақ сүтімен, келіннің ибалы ісімен бойға сіңірдік. Бұл жоба қазақ келіндерінің бір күндік тұрмыс тіршілігін көрсететін керемет бастама. Ендеше Өрнек ауылының келінінің бір күндік өмірін бірге тамашалайық. Мен қайдан өзіңді өлген жердің бетінен таба аламын, көгіңнен Ауылдың келінінің бір күндік өмірімен танысыңыз. Қазіргі замандағы күбісі, бұрынғы заманда күбі болған, қазір бізде бұл маслобойка электронды түрде қазіргі заманның. Ауылда өстім, шаңына аунап еркеле, оядан ұштым, қатайды қанат ертере. Асығып алда, бақытым күтіп тұрғандай, армандар асқақ, қиялдар қилы жетеле. Айраны майға айналғанша балаларға жолдарым жуған нөсерлі жылы жауыны, бәрі де ғажап сағынған кезде бірақта аңсарым ауып іздедім сені. қазіргі уақытта бізде 2 сиыр ғана болды, соны сауып аламыз. Тұнық кешімді, алма бағымды өзіңе барып, қуып сағымды іздеймін бала, балғын шағымды. Достармен бірге Мезгілде бірақ мезгілде сауамыз сиырды. Бұзау әлі шөткендігінден бірақ мезгіл сауамыз. Сауын уақытта. жадырап жайнап өтсе де жарқын күндерім, ауылды аңсап жаныма сая таппадым. Ауылым аңсадым аппақ таңымды, тұнық Сиырын сауып келгенше майын өзіңе барып, қуып сағымды іздеймін бала, балғын шағымды. Көңілде тұрған жауап жоқ сансыз сұраққа, өзімді іздеп кеттім ауылдан жыраққа. Ғашық болсам да қаланың айлы кешіне, ауылға туған жетпейді екен бірақта. Ауылым аңсадым. Міне, ауыл келінінің бір күндік тұрмыс тіршілігі осындай. Біз бүгін тек ауылдың ақ адал еңбегін ғана емес, ұлттық құндылығымыздың бір парасаттылығын көрсеттік. Осындай қазақи болмысымыз ешқашан жоғалмасын. Келесі кездескенше.